Береке ауылының шетінде, жазық даланың самал желі есіп тұратын жерде үлкен бір қара шаңырақ бар еді. Ол үйді ауылдың үлкендері Сапар атаның шаңырағы деп атайтын. Өйткені Сапар ақсақал мен жары Күләш әже осы ауылда абыройлы, сыйлы жандардың бірі болатын. Екеуі өмір бойы маңдай терімен еңбек етіп, балаларын қатарынан қалдырмай өсірді. Сапар атаның 4 ұлы, 2 қызы бар еді. 4 ұлын ұяға қондырып, 2 қызым қияға азатып, немерелерінің қызығын көріп отырған бақытты ата әже еді. Үлкен ұлы Ерланның 5 баласы бар. Одан кейінгі ұлы Мараттың 4 баласы бар еді. Үшінші ұлы Даниярдың 3 баласы болатын. Ал кенже ұлы Тұрардың 6 баласы бар еді. 2 қыздан кейін 4 ұлдың қызығын көрген үйдің үлкендері немере деген тәтті сөзге әбден тойғандай еді. Бірақ немере көбейген сайын, олардың үйіндегі қуаныш та көбейе берді. Жексенбі сайын қара шаңырақтың ауласы балалардың күлкісіне толатын. Бірі атасының соңынан жүгірсе, бірі әжесінің етегінен ұстап жүретін. Күләш әже әр немересін бір-бірінен артық көрмеймін дегенімен, әрқайсының өзіне бөлек бір еркелігі бар еді. Сапар ата да немерелерін жинап алып, ауладағы орындыққа отырғызып, бірлік болса береке болады, бір-біріне сүйеу болыңдар, ағайынның қадірін тірі кезде біліңдер, деп жиі айтатын. Ол сөзді немерелері сол кезде жай ғана тыңдайтын. Ал кейін сол сөздердің салмағын түсінетін күн келетінін ешкім білмеді. Тұрар әулеттің кенжесі еді. Мінезі сабырлы, артық сөйлемейтін, еңбекқор жігіт болып өсті. Жастайынан әкесінің қасында малға қарап, шөп шауып, ауылдың тіршілігіне араласып өсті. Кейін ер жетіп, көлік жүргізуді үйреніп, үлкен көлігінің рөліне отырды. Оның негізгі жұмысы жол. Бірде қалада, бірде басқа облыста жүріп, жүк таситын. Ауылдағылар оны Тұрардың жолы көп деп әзілдейтін. Ал Тұрар болса, еңбектің жолы болса болды, деп күлетін. Тұрар 25-ке келгенде үйленді. Жар таңдағанда, ауылдағы талай қыздың арасынан Қарасай ауылынан келген Жанар деген қызға тоқтады. Жанардың төркіні жағдайы төмендеу, көп балалы отбасы еді. Әкесі ерте қайтыс болып, анасы балаларын жалғыз өсірген. Жанар да бала күннен тұрмыстың қиындығын көріп өскен. Сондықтан Сапар атаның әулетіне келін болып түскен алғашқы күннен ақ үйдің үлкен кішісіне жағынуға тырысты. Күләш әже де алғашында келінін ерекше жақсы көрді. Кедей үйдің қызы болса да, тәрбиесі бар екен, еңбекке пысық екен деп елге мақтайтын. Жанар да алғашқы жылдары шынымен үйдің шаруасына бар ынтасымен кірісіп кетті. Таң атпай тұрып қамыр илейтін, сиыр сауатын, қазан көтеретін, үлкендерге шайын дайындап беретін. Ауылдағы келіннің еңбегі аз емес еді. Бірақ Жанардың бір арманы болды. Ол өз үйінің жағдайын жақсартқысы келетін. Жанар мен Тұрар шаңырақ көтергендеріне 5 жыл болғанша бала сүйе алмады. Бұл жылдар екеуіне де ауыр тиді. Әсіресе Жанардың жүрегі қатты қиналатын. Ауылда біреу келін болып түссе, артынан көп ұзамай сәбиінің даусы естілетін. Ал олардың үйі үнсіз болатын. Күләш әже келіннің көңілін түсірмеуге тырысып, «Қызым, уайымдама. Уақыты келгенде Алла өзі береді» дейтін. Сапар ата да Тұрарға: «Балам, бала Алланың берген аманаты. Бастысы екеуің бір-біріңді сыйлаңдар» деп ақыл айтатын. 5 жылдан кейін Жанардың көптен күткен қуанышы келді. Ол аяғы ауыр болды. Қара шаңырақта үлкен қуаныш орнады. Сапар ата ауылдағы ағайынға сүйінші сұратты. Күләш әже келінінің жағдайын жасап, оны ауыр жұмысқа жегуге тырыспады. 9 ай 9 күн өткен соң дүниеге тұңғыш қызы келді. Оның атын Аружан қойды. 1 жылдан кейін екінші баласы дүниеге келді. Одан кейін балалар бірінен соң бірі өмірге келе бастады. 15 жылдың ішінде Жанар 6 баланың анасы атанды. Үлкен қызы Аружан 10 жасқа келді. Одан кейінгі балалары да өсіп, үйдің іші у-шу болып жататын. Күләш әже: «Осы балалардың күлкісін естіп отырғаннан артық бақыт жоқ» деп қуанатын. Жанар сырт көзге бақытты әйел еді. Күйеуі бар, 6 баласы бар, ата-енесі бар, үлкен әулеттің келіні. Үйде мал бар, жылқы, сиыр, қойы бар. Ешкім аш-жалаңаш емес.
Қара шаңырақтың қазанынан күнде тамақ кетпейтін. Бірақ адамның сыртқы жағдайы оның ішіндегі ойын әрдайым көрсете бермейді. Жанардың ішінде бір мазасыздық пайда болған еді. Ол өз өміріне жиі көңілі толмайтын болды. Басқалардың үйі үлкен, басқалардың көлігі жақсы. Басқалардың балалары қалада оқиды. Біз қашан солай өмір сүреміз? Деген ойлар біртіндеп көбейе берді. Тұрар болса бар тапқанын үйіне әкелетін. Қолынан келгенше балаларын асырайтын. Жанарға да барымызға шүкір етейік, балаларымыз аман болсын дейтін. Бірақ Жанардың ойы басқа жаққа ауып бара жатқан. 15 жыл үйде отырып балаларын тәрбиелегеннен кейін ол 3 жыл бұрын жұмысқа кірді. Ауылдағы мектептің құжат жағын қарайтын хатшы болып орналасты. Қызы Аружан да сол мектепте оқитын. Жанардың жұмысқа шыққанына алғашқыда бүкіл отбасы қуанды. Күләш әже: келінім де өзіне уақыт тапсын, үйдің жағдайын да бір көтеріп қалар, деп риза болатын. Жанар таңғы 5-те тұратын. Нан жауып, сиырын сауып, балаларының таңғы асын дайындап жұмысқа кететін. Түсте үйге келіп, тамақ жасап кететін. Кешке қайта оралатын. Сырт көзге оның өмірі ауыр болатын. Бірақ дәл сол жұмысы оның өміріндегі ең үлкен өзгерістің басталуына себеп боларын ешкім сезген жоқ. Алғашқы кезде Жанардың табысы аз болды. Өзінің ойынша, ол көп нәрсеге жетуі керек еді. Бір күні жұмыста отырып бір танысына мұң шақты. Балаларым өсіп келеді, үйімізді жөндегім келеді, көлік алғым келеді, бірақ ақша жетпейді, деді. Сол кезде әлгі адам оған бір ұсыныс айтты. Ақша керек болса, қарыз алып тұр, ертең қайтарып бересің, деді. Жанар алғашында келіспеді. Бірақ сол күні кешке үйіне қайтқанда, ойы әлгі сөзге қайта-қайта оралды. Бір рет алсам ше, ертең қайтарамын ғой, деп өзін жұбатты. Сөйтіп, оның өміріндегі алғашқы өтірік дүниеге келді. Ең қорқыныштысы, үлкен қателік әрдайым үлкен болып басталмайды. Кейде ол бір-ақ рет деген кішкентай сөзден басталады. Жанар да дәл солай ойлады. Бір рет қана. Ертең қайтарамын. Ешкім білмейді. Бірақ ол білмеген бір нәрсе бар еді. Бір өтірік екінші өтірікті шақырады. Бір қарыз екінші қарызды тудырады. Ал бір құпия уақыт өте келе бүкіл әулеттің алдына шығып, бәрін төңкеріп жіберуі мүмкін еді. Жанар ол кезде мұны түсінген жоқ. Ол тек қолына түскен алғашқы ақшаны алып, үйіне қайтты. Сол күні кешке балаларының алдында отырып, олардың күлкісіне қарап ұзақ ойланды. Мен мұның бәрін балаларым үшін жасап жатырмын, деп өзін жұбатты. Бірақ оның сол сәтте бастаған жолы, көп ұзамай балаларын да елдің алдында ауыр сөз еститін жағдайға жеткізетінін ол қайдан білсін. Жанар алғашқы алған ақшасын көпке созбай қайтарамын деп ойлады. Сол ақшаға үйге қажетті бірнеше зат алды. Балаларына киім әперді. Үйге азық-түлік толтырды. Тіпті бір күні Күләш әжеге де: апа, сізге мынау керек болып жүреді ғой, деп жаңа шәлі әкеліп берді. Күләш әже келіннің қолындағы заттарға қарап марқайып қалды. Қызым, жұмысыңның берекесі болсын. Балаларына жұмса, өздеріне жұмса. Маған ештеңе қажет емес, деді. Жанар жымиып қана қойды. Бірақ оның ішінде бір ауыр құпия жатты. Ол заттардың барлығы өз еңбегінің ақшасына алынбаған еді. Жанар алған қарызын қайтаратын уақыт жақындаған сайын мазасыздана бастады. Айлығының бір бөлігі күнделікті үйдің қажетіне кететін. Күйеуінің тапқаны да балалардың шығынына жұмсалатын. Ертең қайтарам деген күні тағы бір күнге шегерілді. Бір апта өтті. Екінші апта өтті. Қарыз берген адам хабарласып: Жанар, ақшамды қашан қайтарасың дегенде, ол алғаш рет шындықты жасыру үшін өтірік айтты. Жақында түседі. Бір жерден ақша күтіп отырмын. Түскен бойда беремін. Телефонды қойған соң Жанар терең дем алды. Бір өтірік қана деп ойлады. Бірақ сол бір өтірік оның келесі өтірігіне жол ашты. Бірнеше айдан кейін бұрынғы қарызын жабу үшін тағы бір адамнан ақша алды. Бұл жолы сылтауы басқа болды. Үй алайын деп жүрмін. Алғашқы жарнасына жетпей тұр. Бірнеше айға бере тұрсаңыз,
Үйді рәсімдеп алған соң қайтарамын деді. Әлгі адам оған сенді. Өйткені Жанардың отбасы ауылда жаман атпен тамыған емес еді. Керісінше, Сапар атаның әулеті елге сыйлы болатын. Мұндай әулеттің келіні өтірік айтпас деген сенім болды. Сол сенім Жанарға тағы бір есік ашты. Ол ақшаны алды, бірақ үй алмады. Ақшаның бір бөлігін бұрынғы қарызына салды. Қалғанын басқа шығынға жұмсады. Сөйтіп қарызды жеп жатты. Біреудің ақшасын екіншісіне беріп, екіншісінің ақшасын үшіншісіне жауып жүрді. Сыртынан қараған адамға бәрі қалыпты сияқты еді. Жанар күн сайын жұмысқа барып жүрді. Таңғы 5-те тұрып, нанын жауып, сиырын сауып, балаларының тамағын дайындап кететін. Жұмыста да өзін жинақы ұстайтын. Ауыл адамдары оны көрсе, мына келін пысық екен, 6 баламен жұмыс істеп жүр деп мақтайтын. Ал Жанар сол мақтауды естіген сайын ішінен одан сайын қысылатын. Өйткені ешкім оның шын жағдайын білмейтін. Оның ең үлкен қорқынышы күйеуінің біліп қою еді. Тұра жолда көп жүретін. КамАЗ айдап, ауылдан алыста жүретін күндері көп болатын. Келгенде балаларын құшақтап, үйдің жағдайын сұрайтын. Жанар да оған бәрі жақсы екенін айтатын. Балалар аман, үйдің кірлігі өз орнында. Қар жоқ, уайымдама, дейтін. Тұрар әйелінің сөзіне сенетін. Себебі ол Жанарды 15 жылдан бері білетін. 6 баланың анасын үйдің берекесі деп ойлайтын. Бір күні Тұрар жолға шығар алдында әйеліне біраз ақша ұстатты. Мынау балаларға керек жараққа, артық шашпа. Келесі рейстен кейін тағы келемін деді. Жанар ақшаны алып басын изеді. Бірақ күйеуі кеткен соң, сол ақшаның бір бөлігін тағы бір қарызды жабуға салды. Балаларына керек болған заттарды кейін алмақ болды. Ертең аламын деді. Оның өміріндегі ең көп айтатын сөзі де осы еді. Ертең. Ертең бәрін түзетемін. Ертең ақшаны қайтарамын. Ертең қарыздан құтыламын. Ертең бәрі жақсы болады. Бірақ ертең ешқашан келмей қойды. Бір күні Жанарға жұмыс істейтін жеріндегі бір адам келді. Жанар, сенің отбасың жақсы ғой. Қара шаңырақтарың бар. Сендерге сенуге болады. Маған да біраз ақша керек еді. Баламның оқуына жұмсаймын. Кейін қайтарып берем деді. Жанар оның сөзін тыңдап отырып, бір сәтке өз басындағы жағдайды ойлады. Мен де осылай біреуден алып жүрмін. Біреу маған сеніп жатыр. Мен де біреуге сенім беріп көрейін деген ой келді. Бірақ ол адамға ақша бермеді. Оның орнына өзі ақша алды. Сылтауы бұл жолда дайын еді. Үй алуға бастапқы жарна жинап жүрмін. Аз ғана жетпей тұр. Бере тұрсаңыз, бірнеше айдан кейін қайтарып беремін. Осылайша Жанардың атына кірген ақша көбейе берді. Біреу миллион берді. Біреу бірнеше 100 мың берді. Біреу қажет болса тағы ала тұр деді. Біреулер тіпті өздерінің жиған тергенін сеніп тапсырды. Өйткені Жанардың артында Сапар атаның әулеті тұрды. Сол әулеттің аты оның сөзіне кепіл болды. Ал Жанар сол кепілді өзі байқамай пайдаланып жүрді. Бір күні ол үйге келгенде, үлкен қызы Аружан анасының көңілсіз отырғанын байқап қалды. Апа, сізге не болды? Деді. Жанар бірден күлімсіреп, ештеңе болған жоқ қызым, жұмыстан шаршадым деді. Аружан анасына біраз қарап тұрды да, үнсіз шығып кетті. Ол 10 жасар бала болса да, анасының жүзіндегі бір өзгерісті сезетін. Соңғы кезде анасы телефоннан көп сөйлесетін. Біреулер қоңырау шалса, үйдің бір бұрышына барып сөйлесетін. Кейде балалар кіріп келгенде, телефонын бірден өшіріп қоятын. Кейде түн ортасында оянып, телефонға қарап отыратын. Бір күні Аружан байқамай, анасының сөзін естіп қалды. Аға, сізге айтып тұрмын ғой, ақшаңыз қайтады. Мен сіздің ақшаңызды жеп қойған жоқпын. Үйдің құжаты дайындалып жатыр, деді Жанар. Аружан ештеңе түсінбеді. Бірақ анасының даусындағы қорқынышты сезді. Сол күні кешке ол әкесіне айтқысы келді. Бірақ анасының сөзі есіне түсті. Әкеңе ештеңе айтпа, уайымдап қалады. Аружан үндемеді. Осылайша анасының құпиясын білмей-ақ, оның өтірігінің бір бөлшегін жүрегіне сақтап қойды. Уақыт өте берді. Жанардың қарызы да өсе берді.
Бір күні ол өзіне үлкен мақсат қойды. Бір жерден көп ақша алып, барлық қарызымды бірден жауып тастаймын деп ойлады. Сол кезде оның ойына бір танысының сөзі түсті. Ауылдағы жұртқа бір нәрсе айтып ақша жинасам, сенің сөзіне бәрі сенеді деген. Жанар алғашында шошып кетті. Бірақ қарыздың қысымы оның ойын тұншықтырып бара жатты. Ол тағы да өзін жұбатты. Бір рет қана, барлығы жауып алам, сосын ешкімнен ақша сұрамаймын. Бірақ бұл жолы оның ойлағаны әлде қайда үлкен еді. Ол адамдардан ақша алудың жаңа жолын іздей бастады. Біріне үй алам деді. Екіншісіне жұмысқа кіретін адамға ақша керек деді. Үшіншісіне балама қажет деді. Төртіншісіне құжат рәсімдеймін деді. Әр адамға әртүрлі әңгіме айтқанымен мақсаты бір еді: ақша алу. Бірте-бірте Жанардың қарызы бірнеше миллионнан асып кетті. Бірақ ол әлі де тоқтамады. Ең қорқыныштысы, сол кезде ол өзін ұрлық жасап жүрмін деп қабылдамады. Мен уақытша алып жатырмын деп ойлады. Қайтарамын деді. Бірақ қайтаруға шамасы жетпейтін соманы алып қойғанын түсінген кезде бәрі тым кеш болатын. Сол күндері Сапар ата келінін бұрынғыдай жақсы көріп жүрді. Ол Жанарды ауылға мақтап айтатын: кенже келінімнің қолы берекелі. Таңнан тұрып, баласын да, жұмысын да алып жүр дейтін. Жанар бұл сөзді естігенде басын төмен түсіретін. Себебі бір күні осы атаның алдында бүкіл шындық ашылатынын ол ішінен сезетіндей еді. Бірақ адам кейде шындықтан қорыққан сайын одан қашып кетудің жолын іздейді. Жанар да солай істеді. Қарызын жасыру үшін тағы бір өтірік ойлап тапты. Ал бұл өтірік оның бүкіл өмірін өзгертіп жіберетін еді. 50 жасқа толатын. Барлық ағайын бір жерге жиналатын. Тойға елдің сыйлы адамдары шақырылатын. Ақша жиналатын. Ал сол ақшаның жанында кім отыратынын ешкім ойламады. Тек Жанар ғана сол тойды естігенде жүрегінің дүрсілін сезді. Ол алғаш рет мүмкін осы жолмен бәрін жауып тастауға болар деген ойға келді. Осы ойдың өзі оның адам ретінде қай жерде тоқтауы керек екенін ұмытқанын көрсететін еді. Бірақ ол әлі де соңғы шегіне жеткен жоқпын деп ойлады. Ал той күні жақындап келе жатты. Береке ауылында Ерланның 50 жасқа толуына арналған тойдың қамы басталып кеткен еді. Үлкен әулет болған соң, мұндай тойдың дайындығы да оңай емес. Бірі еттің қамын жасады, бірі бауырсақ пісірді, бірі қонақтардың тізімін реттеді. Күләш әже болса, үйдегі бар баласын жұмсап, немерелеріне дейін іске араластырып жүрді. Сапар ата болса, біресе малын қарап, біресе тойға келетін ағайынның жайын ойлап, ауланың ішінде тыным таппайтын. Тұрар да рейстен енді ғана келген. Үлкен ағасының қуанышына өзі де ерекше дайындалды. Ағамның елуі ғой, бір рет келетін қуаныш. Барымызды салайық деп жүрді. Жанар да сырт көзге тойдың барлық шаруасына араласып жүрген. Бірақ оның көңіліндегі ой мүлдем басқа еді. Ол соңғы бірнеше күнде ұйықтай алмай жүрді. Телефонына келген хабарламалардың көбісі ақша сұраған адамдардан еді. Жанар, қашан қайтарасың? Бір апта дедің ғой. Маған да ақша керек болып тұр. Жанар, сенен басқа ешкімге сенбей отырмын. Деген сөздер бірінен соң бірі келе беретін. Жанар әр хабарламаны көрген сайын жүрегі қысылатын. Кейде телефонды өшіріп тастап көзін жұматын. Бірақ қарыздың даусы телефон өшкенде жоғалмайтын. Ол оның ойының ішінде тұратын. Бір күні таңғы сағат 5-тер шамасында Жанар әдеттегідей орнынан тұрды. Үйдің іші тып-тыныш. Балалары ұйықтап жатыр. Ол ас үйге кіріп қамыр иледі. Сиырын сауып, сүтін сүзді. Қазанға шай қойды. Сырт көзге бәрі бұрынғыдай. Бірақ оның қолы дірілдеп тұрғанын ешкім көрмеді. Шай үстінде Күләш әже келініне қарап: «Қызым, тойдың қамы сені де шашатып жіберді ғой. Біраз демалып ал» деді. Жанар күлімсіреп: «Ештеңе етпейді апа, бәрі жақсы болады» деді. Бәрі жақсы болады деген сөз оның аузынан шыққан сайын өзіне де ауыр тиетін. Өйткені ол өзінің бәрі жақсы болмай бара жатқанын жақсы білетін. Тойға 2 күн қалғанда Жанардың телефонына тағы бір хабарлама келді. Егер бүгін ақша бермесең, елдің алдына шығуға тура келеді деген қысқа ғана сөз еді.
Жанар біраз уақыт телефонға телміріп отырды. Сосын орнынан тұрып, үйдің бір бұрышына барып жылады. Бірақ көп ұзамай көз жасын сүртіп, "Жоқ, мен бәрін шешем" деді. Ол сол күні кешке үлкен абысыны Салтанатпен сөйлесті. Салтанат Ерланның әйелі, яғни 50 жасқа толғалы отырған Ерланның жары еді. Салтанат Жанарға сенетін, өйткені екеуі көп жылдан бері абысын болып, бір-бірінің үйіне кіріп шығып жүрген. Салтанат кейде өз сырын Жанарға айтатын. Жанар да оған сенімді адам ретінде қарайтын. Той күні Салтанаттың қолында жиналған ақша болатын. Ол ақшаны бір жерде сақтап қою үшін Жанарға ұстатуды жөн көрді. "Жанар, мына ақшаны сен ұстай тұршы, мен қонақтарды күтіп алайын. Кейін бәрін есептейміз" деді. Жанардың жүрегі сол сәтте қатты соқты. Оның көз алдына бірінен соң бірі қарыз берген адамдар елестеді. "Мына ақша қолымда тұр. Қазір алсам" деген ой сап ете қалды. Ол бір сәтке айналасына қарады. Тойдың даусы, адамдардың күлкісі, домбыраның үні, балалардың жүгіргені, бәрі бір сәтке алыстап кеткендей болды. Салтанат болса еш күмәнданбастан ақшаны оның қолына ұстатты. "Сенімді жерге қойшы, кейін Ерлан екеуміз есептейміз" деді. Жанар басын изеді. "Жақсы, абысын." Сол сәтте оның ішіндегі адамдық пен қорқыныш қатар күрескендей болды. "Алма, бұл өзгенің ақшасы" деген бір дауыс ішінен шықты. Екінші бір дауыс: "Аламасаң, қарыздарының бәрі ашылады" деді. Жанар бөлмеге кіріп ақшаны санап көрді. Қолы дірілдеп тұрды. Бірнеше бума ақшаны бөлек қойды. Сосын тағы ойланды. "Тек уақытша аламын. Ертең қайтарамын." Тағы да сол сөз. Ертең. Ол ақшаның бір бөлігін сөмкесіне салып жіберді. Қалғанын орнына қойды. Бірақ бір бума жетпей тұрғанын Салтанат кешке байқамады. Себебі тойдың қарбалас еді. Қонақтар тарқап, дастархан жиналып, адамдар шаршап үйге қайтқанда ғана ақша санала бастады. Ерлан мен Салтанат бөлмеге кіріп, жиналған ақшаны алды. Салтанат ақшаны үстелге жайып қойды. Бір бума саналды. Екінші бума саналды. Үшінші бума саналғанда Салтанаттың қабағы өзгерді. "Ерлан?" деді ол жай ғана. "Не болды?" "Мына жерде ақша аз." Ерлан қайта санап шықты. "Қайта сана." Салтанат тағы санады. Ақша тағы да жетпеді. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Сол сәтте үйдің іші бір түрлі суып кеткендей болды. Ерлан: "Мүмкін бір жерге басқа ақшаға қосып қойған шығармыз" деді. Бәрі қайта қаралды. Сөмкелер ашылды. Үстелдің асты қаралды. Басқа бөлмелер тексерілді. Бірақ ақша жоқ еді. Салтанаттың есіне бірден Жанар түсті. Өйткені ақшаны соңғы рет соған ұстатқан болатын. "Жанарға берген едім" деді ол абайлап. Ерлан үндемеді. "Сен Жанарды айтып тұрсың ба?" деді біраздан кейін. "Иә, ақшаны мен оған ұстаттым." Ерланның қабағы қатайып кетті. "Жоқ, келінге орынсыз күдік келтірме. Мен де бірден кінәлап тұрған жоқпын. Бірақ ақша соның қолында болды." Салтанаттың даусы дірілдеді. Сол сәтте Жанарды шақырды. Жанар келгенде үйдегі адамдардың түрі өзгеріп тұрғанын бірден сезді. "Не болды?" деді ол. Салтанат оған тура қарап: "Жанар, ақша жоқ. Мен саған берген ақшаны айтып тұрмын." Жанар бір сәтке сасып қалды. Бірақ тез есін жинады. "Қандай ақша?" деді. "Мен саған ұстатқан ақша." "Сен маған ақша берген жоқсың ғой?" деді Жанар. Осы бір ауыз сөз бөлмедегі ауаны қатырып жіберді. Салтанат аң-таң болып қалды. "Қалай берген жоқпын? Мен өз қолыммен ұстаттым ғой." "Жоқ, абысын. Сен басқа біреуге берген шығарсың. Маған берген жоқсың." Салтанаттың көзіне жас келді. "Жанар, мен саған сендім ғой" деді ол. Бірақ Жанар берілмеді. "Мені неге жалаға қалдырып тұрсыңдар? Мен өзімнің тойдағы абынымын. Мен неге сенің ақшаңды ұрлаймын?" Оның сөзіне үйдегілердің кейбірі сеніп қалды. Өйткені Жанар жылдар бойы жуас, еңбекқор келін болып көрінген. Күләш әжеде:
Жанар ондайға бармас, деп бірден ара түсті. Салтанат, қызым, мүмкін ақшаны басқа жерден іздерсің. Жанардың қолына ақша ұстатқаныңа сенімдісің бе? Бұл сөз Жанардың ішіндегі қорқынышты бір сәтке басқандай болды. Ол үндемей тұрды. Бірақ дәл сол түні ұйықтай алмады. Себебі ол енді бір ғана адамның емес, бүкіл әулеттің сенімін алдап қойған түсіне бастады. Алайда ең ауыр нәрсе әлі алда еді. Тойдың ақшасы жоғалғаны ауылға тез тарап кетті. Ал ауылда бір адамның құпиясын жасыру желге қауырсын шашқанмен бірдей. Таң атпай-ақ тойда ақша жоғалыпты деген сөз бір үйден екінші үйге жетті. Кім ұрлады? Қайда кетті? Неге жоғалды? Деген сұрақтар көбейді. Жанар болса үйде ештеңе болмағандай жүрді. Балаларына таңғы ас берді, жұмысқа барды. Бірақ оның қолы телефонға барған сайын жүрегі дүрсілдейтін. Себебі дәл сол күні қарыз берген адамдардың бірі оған: «Ақшамды бүгін бермесең үйіне барамын», деп жазды. Жанар телефонын өшіріп қойды. Ол әлі де жағдайды бақылауда ұстай аламын деп ойлады. Бірақ ол білмеген бір нәрсе бар еді. Береке ауылындағы бір ғана ақша емес, бірнеше адамның жоғалған ақшасы біртіндеп бір нүктеге қарай жиналып келе жатқан. Ал сол нүкте Жанардың аты еді. Бірнеше күннен кейін Сапар ата мен Күләш әженің алдына ауылдың адамдары келе бастады. Бірі қарызын сұрады, бірі ақша бергенін айтты. Бірі Жанардың үй аламын деген жеткізді. Бірі жұмысқа ақша керек деген сөзін айтты. Сапар ата алғашында ештеңе түсінбеді. «Қандай қарыз? Қайдағы ақша?» деді. Сол кезде келген бір ер адам: «Ата, сіздің керініңіз менен 3 миллион алған. Үй аламын деген», деді. Екінші адам: «Менен де 2 миллион алған», деді. Үшінші адам: «Менің де ақшам бар», деді. Күләш әже орындыққа отырып қалды. Сапар ата үнсіз қалды. Екеуі бір-біріне қарады. Үйдегі жылдар бойы жиналған береке бір сәтте ауыр үнсіздікке айналды. Ал Жанардың күйеуі Тұрар ол кезде жолда болатын. Телефонына қайта-қайта хабарласа да, ештеңеден хабарсыз еді. Сапар ата сол сәтте бір ғана сөз айтты: «Тұрарды шақырыңдар. Баланың әкесі бәрін білуі керек». Осылайша 15 жыл бойы ешкім күмән келтірмеген келіннің құпиясы біртіндеп ашыла бастады. Ал оның арты қанша отбасының тағдырын өзгертетінін сол күні ешкім білген жоқ. Сапар атаның сол сөзінен кейін үйдің іші мүлдем өзгеріп кетті. Бірнеше минут бұрын ғана немерелерінің күлкісі естіліп тұрған қара шаңырақта енді ауыр тыныштық орнады. Күләш әже көзін төмен түсіріп, алдындағы шайына қарап отырды. Бірақ шайы әлдеқашан суып қалған еді. Оның ойында бір ғана сұрақ тұрды: келінім осынша ақшаны не істеді? Ол Жанарды жаман келін деп ешқашан ойламаған. Керісінше, ауылдағы адамдарға мақтап отыратын. 6 баламен жұмыс істеп жүр. Таңғы 5-те тұрады. Үйдің тірлігін де жұмысында алып жүр дейтін. Енді сол мақтаған адамның аты әркімнің аузында басқа сөзбен аталып жатты. Сапар ата болса, үнсіз ғана орнынан тұрды. Тұрар келгенше, ешкімге артық сөз айтпаңдар. Әуелі өз аузынан естейік, деді. Бірақ ауылдағы әңгіме тоқтайтын емес. Бір күннің ішінде Жанар туралы түрлі сөз тарады. Бірі: «Ақшаны өз алған», деді. Екіншісі: «Бәлкім біреуге алданып қойған шығар», деді. Үшіншісі: «Жоқ, ол баяғыдан қарыз алып жүрген екен», деп шықты. Ал Жанар болса, үйінде телефонды қолынан тастамай отырды. Бір хабарлама келсе, жүрегі аузына тығылатын. Бір адам: «Ақшамды бер», дейді. Екіншісі: «Мен сені полицияға берем», дейді. Үшіншісі: «Ертең ауылға барам», деп қорқытады. Жанар бәріне бір жауап беретін: «Ақшаңыз қайтады». Бірақ өзі оның қалай қайтатынын білмейтін. Сол күні кешке Тұрар жолдан келді. КамАЗын аулаға кіргізіп, үйге шаршап кіргенде ешкім оны бұрынғыдай күліп қарсы алмады. Балалары әкесінің алдына жүгіріп шыққанымен, үлкендердің жүзінен бір түрлі жағдайды байқады. Тұрар шешесінің үйіне кіріп, әкесіне қарады. «Әке, не болды? Неге бәрім үнсіз отырсыңдар?» Сапар ата бірден жауап бермеді. Біраз үнсіздіктен кейін: «Балам,
сені күтіп отырдық. Саған айтатын ауыр сөз бар, деді. Тұрардың қабағы түйілді. Не болды? Деді тағы да. Сол кезде Күләш әже көзіне жас алып, келініңнің қарызы бар екен, балам, деді. Тұрар бірден Жанарға қарады. Қандай қарыз? Жанар басын төмен салды. Өзім жабамын, деді ақырын. Тұрардың дауысы өзгерді. Нені жабасың? Қанша ақша? Жанар үндемеді. Сапар атаның алдына келген ауыл адамдарының бірі. Балам, бізде осыны білгіміз келеді. Менен 3 миллион алған. Үй алам, деді. Үй алған жоқ. Екінші адам 2 миллион бергенін айтты. Үшіншісі одан да көп ақша берген. Тұрар бір адамға қарап шықты. Оның жүзіндегі сенім біртіндеп сөне бастады. Жанар, мына кісілердің айтқаны рас па, деді. Жанардың көзіне жас толды. Рас. Тұрар орнынан қозғала алмай қалды. Қанша? Жанар үнсіз қалды. Мен сенен сұрап тұрмын. Қанша ақша алдың? Деді Тұрар бұл жолы қатқылдау. Жанар, нақты білмеймін, деді. Осы сөз үйдегілердің бәрін есеңгіретіп жіберді. Нақты білмейсің, деді Тұрар. Адамдардың ақшасын алып, қанша алғаныңды білмейсің бе? Жанар жылап жіберді. Мен бәрін қайтармақ болдым. Тек уақытша алдым. Тұрар ащы жымиды. Уақытша? Біреудің 3 миллионын алып, екінші адамның 2 миллионын алып, үшінші адамның ақшасын алып. Осылардың бәрі уақытша ма? Жанар басын ұстап отырды. Мен қарызды қарызбен жаптым. Неге маған айтпадың? Осы сұраққа Жанар жауап бере алмады. Өйткені ол күйеуіне айтса бәрі тоқтайды деп қорыққан. Бірақ қазір айтуға кеш еді. Тұрар сыртқа шығып кетті. Аулаға шыққанда бірнеше минут аспанға қарап үнсіз тұрды. 15 жыл бірге тұрған әйелі оған бір күнде бөтен адамдай көрінді. Ол Жанардың таңғы 5-те тұрып, нан жауып, сиыр сауатын көретін. Балаларын мектепке шығарып салатын көретін. Жұмысқа шаршап барып, кешке қайта келетін көретін. Менің әйелім бәріне үлгеріп жүр деп ойлайтын. Ал сол тіршіліктің астарында осындай құпия жатқанын білмеген. Сол түні Тұрар ешкіммен сөйлеспеді. Бірақ таңға жуық Сапар ата оның қасына келді. Балам, ашымен шешім қабылдама. Бұл мәселенің түбі бар. Қай жерден басталғанын анықтауымыз керек, деді. Тұрар. Әке, мен осы уақытқа дейін әйеліме сеніп келдім. Енді кімге сенерімді білмей отырмын, деді. Сапар ата оның иығынан қақты. Адамның қателігі оның бүкіл әулетінің қателігі емес. Бірақ қателігін мойындамай жасыра берсе, сол қателік бүкіл үйді құлатады. Бұл сөз Тұрардың есінде қалды. Ертеңіне ол Жанардың телефонын сұрады. Телефоныңды бер. Жанар бірден шошып кетті. Не үшін? Адамдар сенен ақша алғанын айтып отыр. Кімнен, қашан, қанша алғаныңды білуіміз керек. Жанар телефонын бергісі келмеді. Онда не жасырып отырсың, деді Тұрар. Жанар көзін тайдырды. Осы кезде үйге Тұрардың әпкесі Гүлмира келді. Ол ауылда ашық сөйлейтін, өтірікке шыдамайтын әйел болатын. Жанарды бұрыннан жақсы көретін. Бірақ бұл жолы ол да күмәнданды. Жанар, егер кінәң жоқ болса, телефонды бер. Шындықты жасырудың қажеті жоқ, деді. Жанар амалсыз телефонын берді. Гүлмира алдымен хабарламаларды қарай бастады. Бір адамның аты тұр. Жанар, ақшам қашан қайтады? Екінші адамның хабарламасы. Жанар, үйдің құжаты дайын болды ма? Үшіншісі. Сен жұмысқа кіргіземін деген адам қайда? Гүлмираның көзі үлкейе түсті. Мынау не, деді? Жанар үндемеді. Гүлмира төмен қарай сырғыта берді. Бір адамның аты өзгертілген. Аға деп сақталған. Екіншісі жеңге. Үшіншісі құжат. Төртіншісі мектеп. Бірақ хабарламалардың ішінде бәрі анық көрініп тұрды. Ақша туралы сөздер, қарыз туралы сөздер, уәделер. Гүлмира бір кезде тоқтап қалды. Мынау кім, деді? Жанар. Танысым, деді. Қандай танысың? Ақша берген адам. Қанша? Гүлмираның даусы қатайды. Жанар жауап бермеді. Гүлмира телефонды қайта қарап отырып, банк аударымдарының тарихына кірді.
Сол жерде әркілі адамдардан түскен ақша сомалары тұрды. Бірі 100 000, бірі 500 000, бірі 1 миллион, бірі 2 миллион. Сома көбейе берді. Гүлмира есептей бастады. 1 сағатқа жуық уақыт өткенде ол дәптерге сандарды жазып отырды. Сапар ата да қасына келді. Қанша болды деді. Гүлмира жауап бере алмай біраз отырды. Ата, мен бәрін әлі толық есептеген жоқпын, бірақ, деді. Не болды? 20 миллионнан асып кетті. Үйдің іші тағы да үнсіз қалды. Жанар жылап отырды. Тұрар қабырғаға қарап тұрды. Күләш әже қолын кеудесіне қойып, «Я Алла», деп қана сыбырлады. Бірақ бұл әлі соңғы сома емес еді. Себебі телефонның басқа бөлімінде тағы бір құпия жатты. Жанар адамдардың аттарын өзгертіп сақтап қана қоймаған. Ол кейбір адамдарға өзін басқа адам ретінде таныстырған еді. Біріне өзін үй алуға көмектесетін адаммын деген. Біріне жұмысқа кіргізетін танысым бар деген. Ал бір хатта балам ауырып қалды, ақша керек деген сөздер бар еді. Гүлмира сол хабарламаны көргенде жүрегі ауырды. Жанар, бұл баланың ауруын айтып ақша сұрағаның ба? Жанар жауап бермеді. Балаң ауырған жоқ қой, деді Гүлмира. Үйдегілердің бәрі Жанарға қарады. Ол көзін жұма салды. Сол сәтте Тұрардың төзімі таусылды. Сен менің балаларының атында ақша алу үшін пайдаландың ба? Жанар еңіреп жылап жіберді. Мен тығырықта қалдым, деді. Тығырықта қалған адам көмек сұрайды, ал сен адамдардың сенімін пайдаландың, деді Тұрар. Осы сөзден кейін Жанар үнсіз қалды. Себебі алғаш рет өзі жасаған нәрсенің атын жүрегімен сезінді. Ол жай ғана қарыз алып жүрген жоқ еді. Ол адамдардың сенімін ұрлаған болатын. Ал сенімнің ақшадан да ауыр екенін ол енді ғана түсіне бастады. Бірақ ең үлкен соққы әлі алда еді. Гүлмира телефонды ары қарай ақтара беріп, бір хатқа көзі түсті. Онда бір адам, Жанар, сен менің соңғы ақшамды алдың. Баламның еміне деп жинаған едім. Сен маған ант бергенсің. Ақшаны қайтармасаң, мен бүкіл ауылға айтамын, деп жазған. Гүлмираның қолы дірілдеп кетті. Сол сәтте ол Жанардың бір ғана әулетте емес, талай адамның үмітін таптағанын түсінді. Ал Жанар болса, басын төмен түсіріп жылап отырды. Оның алдында енді бір ғана жол қалған еді. Шындықты түгел айту. Өйткені бұл құпия енді еш жерде жасырынбайтын еді. Ол ауылға жайылып кеткен болатын. Және келесі күні Береке ауылының алдында Жанардың айтқан әр сөзі есепке алынатын күн еді. Келесі күні таң атпай-ақ Сапар атаның ауласына адам жинала бастады. Бірі алыстан келген ағайын, бірі ақшасын іздеп келген ауыл тұрғыны, бірі болған жағдайды естіп, шындықты білгісі келген көрші еді. Кеше ғана немерелердің күлкісіне толып тұрған аула бүгін үнсіз болатын. Есіктің алдында тұрған адамдардың жүзінен реніш те, өкініш те, ашу да байқалатын. Күләш әже таңғы шайында іше алмады. Үстел үстіндегі кесесіне қолын созып, қайта тартып алды. Сапар ата болса, ауладағы орындығына отырып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Оның жүзіндегі ауырлықты көрген адамға артық сөздің қажеті жоқ еді. Ол өз әулетінің атына бірінші рет осындай ауыр сөз еріп келе жатқанын сезді. Бәрін сабырмен сөйлесіңдер, деді ол ақырын. Біреудің ақшасы кетсе, оның да жаны бар. Бірақ шындықты ашпай тұрып, бір-бірімізді айыптамайық. Жанар үйдің ішінде отырды. Балалары оның айналасында үнсіз жүрген. Кеше ғана анасының қасына еркелеп келетін балалар, бүгін оның жүзіне тіке қарауға да қорқатын. Үлкен қызы Аружан бәрін естіп қойған еді. Ол анасының қарыздарын, адамдардың ақша сұрағанын, үйдегі үлкендердің сөйлескенін тыңдап отырған. Бірақ оның түсінбегені бір нәрседі. Неге анам мұның бәрін жасады? Деген сұрақ оның кішкентай жүрегін ауыртып тұрды. Біраздан кейін Гүлмира бөлмеге кірді. Жанар, сыртқа шық. Бәр жиналып отыр. Енді жасырмай сөйлесетін уақыт келді. Жанар орнынан тұра алмады. Мен қорқамын, деді ол. Гүлмира оған ұзақ қарап тұрды. Қорқатын кезің әлдеқашан келген.
Енді шындықты айтпай қашатын болсаң, бұл қорқыныш өмір бойы артынан ереді. Жанар көз жасын сүртіп сыртқа шықты. Аулада отырған адамдардың бәрі оған қарады. Бір сәтке ешкім тіл қатпады. Сол үнсіздік Жанарға мың сөзден ауыр тиді. Бір кезде ақша берген ер адам орнынан тұрды. Жанар, мен саған сендім. Үй аламын деген сөзіңе сендім. Өзіміздің бірнеше жыл жинаған ақшамды бердім. Енді мен не істеймін? Жанар көзін төмен түсірді. Қайтарамын, деді ақырын. Әлгі адам ашуланып, қайтарам деген сөзіңді 3 жылдан бері естіп келем, деді. Оның даусы аулаға жайылды. 3 жыл бойы мені күттірдің, сенің сөзіңе сеніп, өзім қарызға кірдім. Енді сен қайтарам дейсің, қашан? Жанар жауап бере алмады. Екінші адам сөз алды. Мен де ақшанды сұраған сайын бір сылтау еститінмін. Бірде үйдің құжаты, бірде жұмыс, бірде басқа нәрсе. Енді бәрінің өтірік болған біліп отырмын. Осы кезде Сапар ата басын төмен түсірді. Ол келінінің қателігінен бұрын, осы адамдардың жоғалтқан сеніміне қиналды. Қызым, деді ол Жанарға қарап. Мен сені келінім деп емес, қызым деп көрдім. Сенің таңғы 5-те тұрып, нан жауып жүргеніңді көрдім. Балаларыңды өсіргеніңді көрдім. Сенің жамандық ойлайтыныңа бір күнде күмәнданған жоқпын. Неге бізге айтпадың? Жанар сол кезде алғаш рет Сапар атаға тіке қарады. Оның көзінде өкініш бар еді. Ата, бастапқыда мен қайтарып үлгерем деп ойладым. Бір адамнан алдым да, екінші адамға бердім. Кейін бірінші адамның ақшасын басқа адамнан алдым. Сөйтіп, бәрі көбейіп кетті. Неге тоқтамадың, деді Күләш әже. Жанар жылап. Тоқтай алмадым, апа. Әр жолы осы соңғысы дедім. Бірақ әр соңғының артынан тағы бір қарсы шықты. Мен өтіріктің ішіне өзім кіріп кеттім. Күләш әже көзін сүртті. Сен тек өзің кірген жоқсың, қызым. Артынан 6 балаңды да ертіп кірдің. Бұл сөз Жанардың жүрегіне қатты батты. Ол балаларына қарады. Үлкен қызының көзінде жас тұрды. Жанар сол сәтте өзінің ең үлкен қателігі ақшадан да ауыр екенін түсінді. Балаларының маңдайына өз қолымен, ұрлықшының баласы деген сөз жазылатындай жағдайға жеткізген еді. Сол күні ауылда тағы бір адам келді. Ол Жанардың атына ақша бергенін айтты. Менің де ақшам бар. Мен саған баламның оқуына жинаған ақшамды бердім. Сен жұмысқа кіретін адамға беремін, жұмысы біткен соң қайтарамын дедің. Мен сендім. Жанар оның алдында басын иді. Кешіріміз. Кешірім ақша орнына. Жүрмейді, Жанар, деді әлгі адам. Мен сені жаман адам деп ойламадым. Сол үшін ауыр болып тұр. Осы кезде Тұрар да сөзге араласты. Жанар, маған шын сомасын айт. Барлығы қанша? Жанар үнсіз қалды. Гүлмира телефондағы есептерді алдына қойды. Қазірдің өзінде анықталғаны 27 миллионға жуық. Бірақ әлі толық есептелген жоқ. Аулда отырғандардың бәрі шу ете қалды. 27 миллион? Деді біреуі. Осы үйдің келіні сонша ақша алған ба? Деді екіншісі. Сапар ата көзін жұмды. Жанар болса орнынан қозғала алмай қалды. Тұрар оның қасына келіп, бұл ақшаның бәрін не істедің, деді. Жанар басын көтеріп, мен өзіме де, балаларыма да үлкен дүние алған жоқпын, деді. Қайда кетті сонда? Қарызға. Қай қарызға? Алдыңғы қарызға. Осы жауап Тұрарды тіпті есеңгіретіп жіберді. Демек, сен біреудің ақшасын алып, басқа біреудің қарызын жаптың ба? Жанар басын изеді. Сонда осының бәрі не үшін болды? Тұрардың даусы дірілдеді. Мен сен үшін жұмыс істеп жүрдім. Балаларым үшін деп жүрдім. Ал сен біздің артымыздан осындай нәрсе жасап жүрдім. Жанар жылап жіберді. Мен бәрін түзетемін деп ойладым. Сен жалғыз өзің түзете алмайсың енді, деді Тұрар. Себебі бұл жерде сенің ғана емес, балаларының да өмірі тұр. Сол кезде 10 жасар Аружан сыртқа шықты. Ол ешкімге қарамастан анасының жанына келіп тұрды. Апа, деді ол жай ғана. Жанар қызын құшақтап алды. Не болды, құлыным? Мені ертең мектепке барғанда балалар ұрлықшының қызы деп айтпай ма?
Осы сұрақтан кейін ауладағы барлық адам үнсіз қалды. Жанардың жүрегі сол сәтте шынымен жарылып кеткендей болды. Ол қызын қатты құшақтап, "Жоқ, қызым" деді. Бірақ өзінің даусы да сенімсіз шықты. Аружанның көзінен жас ақты. "Бірақ бәрі айтып жатыр ғой, апа. Мен бүгін дүкенге шыққанда екі апайдың сіз туралы сөйлескенін естідім. Сапар атаның келіні ұрлық жасапты" деді. "Мен қашып кеткім келді." Жанар қызын бауырына қысып еңіреп жылады. Осы сәтте Сапар атаның жүрегі шым ете қалды. Ол немересіне қарап, "Қызым, сенің кінәң жоқ. Әкеңнің де, атаңның да, әжеңнің де кінәсі жоқ. Үлкендердің жасаған қателігі үшін балалар жауап бермеуі керек" деді. Бірақ ауылдың сөзі әрдайым адамның айтқанымен тоқтай бермейтін. Бірнеше күннен кейін балалардың мектептегі жағдайы қиындай бастады. Біреуі сыртынан сөз қылды, біреуі мазақ етті. Үлкен қызы мектепке барғысы келмей, үйде жата бастады. Кішілері де балабақшаға барғанда өздерін төмен сезінетін болды. Жанар мұның бәрін көрген сайын іштен күйді. Бірақ енді уақыт кері қайтпайтын еді. Сол түні Тұрар тағы да жолға шығуға дайындалды. Ол біраз уақыт үйдің алдында жалғыз тұрды. Сапар ата қасына келді. "Балам, сен қазір ашумен әйелінен бас тартсаң да, балаларыңды ұмытпа. Олар сенің қолдауыңа мұқтаж." Тұрар көз жасын жасыра алмай, "Әке, мен не істеймін? Қарыздың сомасы менің өмір бойы тапқан ақшамнан да үлкен. Қара шаңырақ бар, мал бар, жұмыс бар. Еңбек етсек біртіндеп түзелер. Бірақ бір нәрсені жоғалтпа, балам. Адамның абыройын ақша үшін құрбан етпе." Тұрар әкесінің сөзін үнсіз тыңдады. Ол сол түні шешім қабылдады. Қарыздың бір бөлігін жабу үшін бар тапқанын жинайды. Бірақ оның әлі білмегені, қарыздың сомасы тағы да өсетін еді. Өйткені Гүлмира келесі күні Жанардың телефонынан бұрын көрмеген бір құпия хатты тауып алды. Ол хатта Жанардың бір әйелге, "Балаңыз ауырып жатыр деп ауылға ақша жинайық, мен сізге көмектесемін" деп жазған тіреді. Ал ең қорқыныштысы, ол баланың шын мәнінде ауырмаған еді. Гүлмираның қолындағы телефонға бәрінің көзі түсті. Ол экрандағы хатты қайта-қайта оқып, не айтарын білмей қалды. Жанардың бір әйелге, "Балаңыздың жағдайын айтып, елден ақша жинауға болады. Адамдар аяйды. Ақша тез жиналады" деген сөздері анық көрініп тұрды. Ал ең сорақысы, сол әйелдің баласы ауырмаған еді. Жанар оны өзі жақсы білетін. Гүлмира телефонды ақырын ғана төмен түсірді. "Жанар, мынау не?" Жанардың өңі қашып кетті. Ол "Мен" деп сөзін бастай бергенде, Гүлмира тоқтатты. "Бала ауырмады ғой?" Жанар үнсіз қалды. Үйдің іші бір сәтте тым-тырыс болып кетті. Тұрарда әйеліне қарады. "Жауап бер." Жанар көз жасын сүртіп, "Ауырған жоқ" деді сыбырлап. Тұрар орнынан тұрып кетті. "Сонда сен ауырмаған баланы ауру деп көрсетіп, елден ақша жинамақ болдың ба?" Жанар: "Мен ақшаны өзіме алмаймын деп ойладым" деді. "Тағы да сол сөз" деді Тұрар. "Бәрін өзіме алмаймын, қайтарамын, уақытша деп бастадың. Сомы не болды?" 27 миллион. Жанардың көзінен жас тоқтамады. Бірақ бұл жолы оның жылағанына ешкім жұбаныш айтпады. Өйткені енді мәселе қарыздан асып кеткен еді. Ол адамдардың мейірімін де ақшаға айналдыруға әрекет жасаған. Күләш әже қабырғаға сүйеніп отырып қалды. "Қызым, адам баласының ауруын да өтірікке айналдырғаның ба?" деді ол әрең. Жанар әженің көзіне қарай алмады. "Кешіріңіз, апа" деді. "Мен адастым." "Адасқан адам жолын іздейді" деді Күләш әже. "Ал сен жолыңды біле тұра, қайта-қайта басқа жаққа бұрылдың." Сапар ата бұл әңгімені үнсіз тыңдап отырған. Бір кезде ол ауыр күрсінді. "Тұрар, телефонын толық тексеріңдер. Қанша адам бар, қанша ақша бар, бәрін анықтаңдар. Жасырын қалған бір тиын болса да, кейін тағы бір адамның алдына барып ұятқа қаламыз." Сол күні Гүлмира мен Тұрар бірнеше сағат бойы телефондағы жазбаларды, аударымдарды, хаттарды қарап шықты. Әр адамның атының артында бір оқиға тұрды. Біріне үй, біріне жұмыс,
Біріне ем, біріне құжат, біріне бизнес, біріне баланың оқуы. Жанар әр адамға басқа әңгіме айтқан. Тіпті кейбір адамдарға өзін басқа есіммен таныстырған. Мына жерде сенің атың басқа екен, деді Гүлмира. Неге? Жанар жауап бермеді. Мұна адамға өзіңді Әсел деп таныстырғансың. Мына жерде Гүлнассың. Мына жерде Айданасың. Неге? Жанардың даусы дірілдеді. Бір адам мені танып қойды. Басқаларға айтпасын деп атымды өзгерттім. Гүлмира көзін жұмып алды. Я Алла. Сен өтірікті жасыру үшін тағы өтірік ойлап тапқансың. Бір кезде Тұрардың көзі бір аударымға түсті. Мынау кім? Жанар бірден телефонды тартып алмақ болды. Бірақ Тұрар ұстап қалды. Жанар, бұл не? Ештеңе емес. Ештеңе емес, ақша неге саған түскен? Ол бұрынғы қарыз. Қай қарыз? Жанар үндемеді. Гүлмира есептеп отырды. Сома тағы қосылды. 27 емес екен, деді ол ақырын. Тағы бірнеше миллион бар. Тұрар орындыққа отырып қалды. Оның көзіндегі ашу біртіндеп шаршауға айналды. Барлығы қанша болды? Гүлмира ұзақ есептеп барып, 30 миллионнан асып кетуі мүмкін, деді. Бұл сөз Сапар атаның жүрегіне ауыр тиді. Ол маңдайын ұстап отырды. 30 миллион, деді ақырын. Осы үйдің маңдай терімен жиналған дүниесі қанша жылда 30 миллион болады? Жанар жылап отырды. Сапар ата оған ашуланған жоқ. Керісінше, сол сәтте оның жүзі бұрынғыдан да мұңды болып кетті. Мен саған жамайдық тілемеймін, қызым. Бірақ сен біздің үйге кірген күннен бастап, мен сені өз қызымнан кем көрген жоқпын. Егер бір күні маған қиын деп келгеніңде, қолымыздан келгенше көмектесер едік. Неге айтпадың? Жанар басын көтерді. Ұят болды, ата. Ұяттан қашамын деп, одан да үлкен ұятқа қалдың ғой, деді Сапар ата. Бұл сөзден кейін Жанар үнсіз қалды. Түн түскенде үйдегі адамдардың бәрі өз ойымен жатты. Бірақ ешкім ұйықтай алмады. Аружан төсегінде көзін жұмып жатып, анасының сөздерін ойлады. Ол анасының жаман болғанын қаламайтын. Балалық жүрегімен анасының жақсы болғанын қалайтын. Бірақ мектептегі балалардың сөзі құлағынан кетпеді. Ұрлықшының қызы. Осы сөз оның жүрегіне ине болып қадалатын. Ертеңіне Аружан мектепке бармай қойды. Апа, мен бүгін бармаймын, деді. Жанар таңғы ас дайындап жүріп тоқтап қалды. Неге? Ауырып тұрмын. Жанар қызының көзіне қарады. Оның ауырмағанын бірден түсінді. Қызым, мектепке бар. Барғым келмейді. Аружан. Балалар мені мазақтайды. Сенің анаң ұры екен, дейді. Мен не деп жауап беремін? Жанардың қолындағы қасық жерге түсіп кетті. Ол қызына жақындап құшақтағысы келді. Бірақ Аружан бір қадам шегінді. Апа, мен сізді жек көрмеймін. Бірақ сіз неге бұлай істедіңіз? Осы сұрақ Жанарға кез келген айыптаудан ауыр тиді. Ол қызын құшақтап еңіреп жылады. Мен сендер үшін бәрін жасаймын деп ойладым. Бізге ақша емес, сіз керек едіңіз ғой, апа. Аружанның осы сөзі Жанардың жүрегін тіліп өтті. Ол алғаш рет өзінің жасаған әрекетінің шын салмағын сезінді. Ол балаларына жақсы өмір сыйламақ болған. Бірақ ақыры олардың ең қымбат нәрсесін, тыныштығын тартып алған. Сол күні Тұрар балаларын жинап алып, ешқайсың анаңның жасаған қателік үшін ұялмаңдар. Бұл сендердің кінәларың емес, деді. Үлкен қызы көз жасын сүртіп, әке, біз ауылдан көшіп кетеміз бе, деді. Тұрар біраз үнсіз қалды. Әзірге білмеймін, қызым. Бірақ қалай болғанда да, сендердің оқуларыңды тоқтатпаймын. Алайда бұл сөзді айтқанымен Тұрардың жағдайда қиын еді. Қарызды өтеу үшін ақша керек. Оның үстіне тойдағы жоғалған ақша да бар. Күн сайын жаңа адам келіп, жаңа сома айтатын. Бір күні Сапар атаның алдына Тұрардың камазына қатысты құжаттар да қойылды. Егер керек болса, көлікті де сатамыз, деді Тұрар. Қарыздың бір бөлігін жабу керек. Сапар ата басын шайқады. Көлігің наның. Оны сатсаң, ертең бала-шағаңды немен асырайсың? Басқа амал қалмады, әке. Сол кезде Жанардың көзіне жас келді. Тұрар, көлігіңді сатпа.
Енді сенің сатпа деген сөзіңе де сену қиын, деді ол. Жанар үндемеді. Бірнеше күннен кейін ауылдағы жағдай одан сайын ушықты. Тойдағы ақшаға қатысты істе үлкен мәселеге айналды. Адамдар камера жазбасын қарап, ақшаның Жанардың қолында болғанын дәлелдеуге тырысты. Бірақ Жанар әлі де толық мойындамай жүрді. Мен алған жоқпын, деп қайталай берді. Тұрар шаршап: егер сен алмасаң, ақша қайда кетті, деді. Жанар жауап бермеді. Бір кезде Гүлмира: телефондағы аударымдардың күніне қарандар. Той болатын күні таңертең бір адамға ақша аударылған. Сома да дәл сол ақшаға жақын, деді. Жанардың жүзі бірден өзгерді. Ол қарыз еді. Кімге, деді Тұрар. Айт. Жанар үнсіз қалды. Сол сәтте Сапар ата көзін жұмып: қызым, енді шындықты айт. Адамның алдында масқара болудан қорықпа. Құдайдың алдында өтірік айтудан қорық, деді. Жанардың көзінен жас ақты. Ол ақыры басын көтеріп: иә, алдым, деді. Үйдің іші тып-тыныш болып алды. Тойдағы ақшаның бір бөлігін мен алдым. Салтанат маған сеніп бергенде мен шыдай алмадым. Қарыздарым қысып кетті. Неге мойындамадың, деді Тұрар. Қорықтым. Ал қазір ше? Қазір бәрінен қорқамын. Балаларымнан, сізден, ата-ападан, елден, өзімнен де қорқамын. Сол түні Сапар ата алғаш рет келінінің алдына барып отырды. Жанар, қателігіңді мойындағаның бастамасы. Бірақ енді оның салдарын көтеруге тура келеді. Адам қарызын ақшамен өтейді. Ал сен елдің сенімін жоғалттың. Оны қайта жинау үшін жылдар керек болады. Жанар басын изеді. Бірақ тағдыр оның алдында бұдан да ауыр сынақ дайындап тұрған еді. Өйткені сол түні Тұрарға тағы бір хабар келді. Әкесінің жағдайы күрт нашарлап кеткен еді. Сапар ата кеудесін ұстап, орнынан тұра алмай қалған. Үйдегілер абдырап жедел жәрдем шақырды. Ал Жанар есік алдында тұрып, өзінің осы үйге әкексіп келген қайғысының шегіне әлі жетпеген түсінді. Себебі ол білмейтін бір нәрсе бар еді. Оның әрекеті Сапар атаның жүрегіне ғана емес, бүкіл әулеттің тағдырына соққы болып тиетін еді. Сапар атаны жедел жәрдеммен ауруханаға алып кеткенде, Күләш әженің қолы дірілдеп, көзіне жас толды. Тұрар әкесінің артынан ауруханаға жүгірді. Ал Жанар үйдің есігінде үнсіз қатып қалғандай тұрды. Бір үйдің ішіне сыймай кеткен қарыз, ұят, өкініш енді бір адамның денсаулығына да салмақ болып түскендей еді. Аурухананың дәлізінде Тұрар ары-бері жүрді. Бір кезде дәрігер шығып: жағдай ауыр, қазір тек бақылауда ұстаймыз, деді. Тұрар қабырғаға сүйеніп көзін жұмды. Әкесінің бір ауыз сөзі есіне түсті: адамның абыройын ақша үшін құрбан етпе. Сол сөз енді жүрегін одан сайын ауыртты. Күләш әже жылап: Сапарым, сен менің тірегім едің ғой. Балаларымыздың басын қосып, немерелерімізді бағып жүрген едің. Енді қайда барамын, деді. Жанар да ауруханаға келді. Бірақ ол есіктен кіре алмай біраз тұрды. Өйткені Сапар атаның бұл жағдайына өзін кінәлі сезінді. Ақыры ішке кіргенде Тұрар оған бұрылып қарады. Бұрынғыдай ашумен емес, шаршаған көзбен қарады. Әкем үшін дұға ет, деді ол ғана. Жанардың көзіне жас келді. Дұға етемін. Сол түні бүкіл отбасы ауруханада қалды. Ал үйде 6 баланың ештеңеден хабарсыз ұйықтап жатқаны Жанардың жүрегін одан сайын ауыртты. Таңға жақын дәрігер қайта шықты. Жағдайы әзірге тұрақталды. Бірақ оған қатты кезеруге болмайды, деді. Тұрар жеңіл дем алды. Бірақ бәрі жақсы болып кеткен жоқ еді. Себебі енді отбасының алдында одан да ауыр шешім тұрды. Сапар ата ауруханадан шыққан соң үйдегі жағдайды толық естіді. Қарыздың нақты сомасы, адамдардың берген ақшасы, тойдағы жоғалған ақша, бәрі біртіндеп ашыла берді. Бір күні Сапар ата Жанарды қасына шақырды. Қызым, мен саған бір ғана нәрсе айтайын. Сен біздің әулеттің атын қараладың. Бірақ мен сенің балаларының өмірінде қаралатқанын қаламаймын. Сондықтан енді қашпа. Кімге қарыз болсаң, бәрін тізіп жаз. Жанар басын изеп дәптер алды.
Бірінші адам 3 миллион. Екінші 2 миллион. Үшінші 1,5 миллион. Төртінші 5 миллион. Сандар көбейген сайын Жанардың қолы дірілдей берді. Дәптердің соңына келгенде жалпы сома 30 миллионнан асып кеткен анықталды. Тұрар дәптерге ұзақ қарап отырды. Мұның бәрін біз қалай жабамыз, деді ол. Сапар ата біраз үнсіз отырды да, еңбектенеміз, қайтарамыз. Бірақ өтірікпен емес, деді. Тұрар камазын сатуды шешті. Үйдегі малдың біразын да сатуға тура келді. Күләш әже жылдар бойы жинаған дүниелерінде қарызға берді. Ал Жанар болса, әрбір адамға өзі барып кешірім сұрауға кірісті. Бірақ кейбір адамдар кешірмеді. Сен біздің сенімімізді сындырдың, деді бірі. Ақшаңды қайтар, сосын кешірім туралы сөйлесерміз, деді екіншісі. Жанар әр үйден басын төмен салып қайтатын болды. Бір кездері ауылда еркін жүретін келін енді дүкенге шығуға да қысылатын. Балаларының жағдайы одан да ауыр еді. Үлкен қызы мектепке барудан қалды. Бір күні ол әкесіне, «Әке, біз басқа ауылға көшсек болмай ма?» деді. Тұрар қызының жүзі көріп жүрегі ауырды. Неге? Мен мектепте өзімді бөтен сезінемін. Тұрар қызының басынан сипады. Сен ешкімнен кем емессің. Анаңның қателігі сенің мойныңда емес. Бірақ тағдырдың өзі жоспар бар еді. Сапар атаның денсаулығы күннен күнге нашарлай бастады. Дәрігерлер оған тыныштық керек екенін айтқанымен, ауылдағы әңгімелер, қарыздың мәселесі, немерелерінің күйі оның жанын жегідей жеді. Бір күні таңертең ол аулаға шықты. Көп жыл бойы өзі бағып келген жылқыларына қарап тұрды. Көз алдына балаларының бала кезі, келіндерінің алғаш келген кездері, немерелерінің күлкісі елестеді. Күләш әже, үйге кірсеңші, суық болып кетті, деді. Сапар ата ақырын ғана. Осы қара шаңырақта балаларының күлкісі көп еді. Енді тым тыныш болып кетті, деді. Сол күні кешке оның жағдайы қайтадан нашарлады. Ал бұл жолы дәрігерлердің сөз бұрынғыдан да ауыр болды. Жақындарыңызды шақырыңыздар. Тұрардың жүрегі зу ете қалды. Күләш әже жылап жіберді. Жанар болса, есік алдында тұрып, қолын кеудесіне қойды. Ол Сапар атаның өзіне қанша рет қызым дегенін есіне алды. Сол сөздер енді жүрегін өртеп бара жатты. Түн ортасында Сапар ата көзін ашып, балаларын қасына шақырды. Тұрар? Иә, әке. Балаларыңды шашыратпа. Тұрар көз жасын ұстай алмады. Әке, сіз ешқайда кетпейсіз. Сапар ата әлсіз жымиды. Адамның кететінін өзі шешпейді, балам. Сосын ол Жанарға қарады. Бірнеше секунд үнсіз қарап отырды да, сен де балаларыңды тастама. Қателігіңді өмір бойы арқалап өтпе. Бірақ жасағаныңды ұмытпа. Өйткені ұмытқан адам қайта қателеседі. Жанар сол жерде еңіреп жылады. Ата, мен сізді ренжіттім. Сапар ата көзін жұмып. Мен сені баяғыда кешіргенмін, қызым. Осы сөз Жанардың жүрегін қақ айырды. Өйткені ол кешірімге лайық болмағандай сезінгенімен, осы қарт адамның жүрегінде әлі де оған деген мейірім бар еді. Бірақ таң атқанша Сапар атаның жағдайы күрт өзгерді. Ал таңғы сағат 7 шамасында дәрігер бөлмеден шығып, Күләш әжеге ауыр хабар айтты. Сапар ата қайтыс болған еді. Береке ауыл үшін бұл күн қаралы күнге айналды. Ал Жанар үшін бұл өмірінің соңына дейін ұмытылмайтын өкініштің бастауы еді. Сапар атаның қазасы бүкіл Береке ауылын есеңгіретіп тастады. Кеше ғана немерелерінің ортасында жүрген қария енді қара жердің қойнына тапсырылды. 40 күндік ас өткенше Тұрардың отбасы қаралы үйден шықпады. Ал Жанар өзін бұл әулеттің қайғысына себепкер сезініп, басын көтере алмай жүрді. 40 күн өткен соң Тұрар әкесінің алдына барып, әке, сіздің аманатыңыз бар. Балаларымды шашыратпаймын. Қарыздың бәрін жабамын деп үнсіз дұға етті. Бірақ қарыздың көлемі өте үлкен еді.
Тұрар амалсыз қара шаңырақты сатуға шешім қабылдады. Күләш әже бұл сөзді естігенде жүрегі ауырды. Бұл үйде сендердің балауықтарың қалды ғой, балам. Тұрар көз жасын сүртіп, білемін, апа. Бірақ енді балаларымның болашағын ойлауым керек деді. Үй сатылды. Малдың көбі де қарызға кетті. Тұрар қайтадан КамАЗ айдап, күн-түн демей жұмыс істеді. Жанарда қолынан келгенше еңбек етіп, адамдардың ақшасын біртіндеп қайтаруға тырысты. Бірақ ауылдың сөзі тоқтамады. Балалары мектепке барғанда да, көшеге шыққанда да, анасының жасаған ісі алдынан шықты. Үлкен қызы бір күні, әке, біз бұл ауылда енді тұра алмаймыз деді. Тұрар біраз үнсіз отырып, жақсы, көшіп кетеміз деді. Олар Береке ауылынан үнсіз көшіп кетті. Арттарында бір қара шаңырақ, бір әулеттің өкініші, бір қарияның қабірі және аяқталмаған қарыздар қалды. Жанар жол бойы терезеге қарап отырды. Көзінен жас тоқтамады. Ол ақшаның қайтып келетінін түсінді. Үйдің де, малдың да қайта жиналатынын білді. Бірақ бір нәрсені қайтара алмайтынын енді анық сезінді. Адамның сенімін. Жылдар өтті. Отбасы басқа жерде жаңа өмір бастауға тырысты. Балалар жұмыс істеп, бір-біріне сүйеу болды. Тұрар да отбасын қайта аяққа тұрғызуға бар күшін салды. Ал Жанар болса, әр алған ақшасын еселеп қайтаруға тырысты. Ол бұрынғыдай өтірік айтпайтын болды. Біреуден көмек сұраса да шындықты айтатын. Бір күні ол балаларының алдына отырып, мен сендерге байлық қалдыра алмадым. Бірақ бір нәрсені үйреткім келеді. Ешқашан біреудің сенімін ақша үшін сатпаңдар. Қиналсаңдар да шындықты айтыңдар. Өйткені қарызды өтеуге болады. Ал адамның атына түскен дақты өшіру өте қиын, деді. Үлкен қызы анасына ұзақ қарап отырды да, апа, біз сізді кешірдік, деді. Жанардың көзінен жас ақты. Өйткені кейде адамға бүкіл дүниеден қымбат болатын бір ғана сөз бар. Кешірдім деген сөз. Ал Береке ауылында бұл отбасының оқиғасы ұзақ уақыт айтылып жүрді. Біреулер Жанарды ұры деді, біреулер оны адасқан әйел деді. Ал Сапар атаның сөзі ғана есте қалды. Адам қателесуі мүмкін, бірақ қателігін мойындап, дұрыс жолға қайтуға жүрегі жетсе, ол әлі де адам болып қалады. Осымен Жанардың тағдыры аяқталған жоқ. Ол өмір бойы жасаған қателігінің салмағын көтеріп өтті. Бірақ сол қателіктен кейін бір нәрсені түсінді. Ақша жоғалса, қайта табуға болады. Үй кетсе, қайта салуға болады. Ал елдің сенімін жоғалтсаң, оны қайтару үшін кейде бір ғұмырда аздық етеді. Қорытынды. Адамның атымен ойнауға болмайды. Жанардың отбасы Береке ауылынан көшіп кеткенімен, өткен күндерін ешқайсысы ұмытқан жоқ. Сапар атаның бос қалған қара шаңырағы, ауладағы үнсіздік, немерелердің күлкісі, бәрі арттарында қалды. Жанар да өмірінің ең ауыр сабағын алды. Ол ақшаның соңынан қуып жүріп, өзінің ең қымбат дүниелерін, отбасының тыныштығын, балаларының алаңсыз балалығын, қайын атасының сенімін жоғалтқанын түсінді. Бірақ бұл оқиғадағы ең үлкен сабақ қарыздың көптігі емес. Ең үлкен қарыз адамның адамға деген сенім еді. Ақша қайта табылар, үй қайта салынар, мал қайта жиналар. Бірақ біреудің маңдай терімен тапқан ақшасын, үмітін, сенімін алдап алған адам, оның жүрегіндегі жараны бір күнде өшіре алмайды. Сондықтан достар, қандай қиын жағдайға түссек те, өтіріктің жолына түспейік. Қиналсақ, көмек сұрайық. Қарызға батсақ, шындықты айтайық. Себебі бір өтірікті жасыру үшін айтылған екінші өтірік адамның бүкіл өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін. Егер бұл оқиға сізге ой салса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ал сіздің ортаңызда осындай жағдай болған ба? Келіннің әрекетіне қалай баға берер едіңіз? Пікірге өз ойыңызды жазыңыз. Келесі әңгімеде тағы бір тағдырлы оқиғамен кездескенше, аман болыңыздар.